Кешіріңіздер. Сіз бе? Олары. Рас айтасыз ба? Олар араларымызды тартып алмақшы. О не дегеніңіз? Біз осы аралды көргейтсек дейміз. Тико мен достары 15-ші бөлім. Арал үшін күрес. Шынымен бе? Сол оқиғаны айтып едім. Әл қорқып кетіп, түнде менің қасымда ұйықтаған. Тіпті түні бойы сантырақтап шықты. Неткен су жүрек еді. Шыдай тұр әл. Қазір тамақ дайын болады. Балалармен бірге әзірлегелі жатырмыз. Әже, Элдің қызанақталмақ болғанын қалай біліп қойдыңыз? Мен Элдің не ойлап тұрғанын оңай біліп қоям. Міне, мынау мүлік құжаты. Мұны осы арал Испаниядан бөлінгенде халыққа берген болатын. Әше, бәріміз үшін осы дұрыс. Не болып қалды өзі? Кетіп бара жатқан Энрико ғой деймін. Бұл Жоржина ғой. Материалды техникалық қамтамасыз ету бөліммен сөйлесейін деп едім. Иә, бізге тездетіп жарылғыштан көбірек беріп жіберіңіз. Иә, 40 қорабы жарайды. Жетіп қолар. Рахмет. Бұл үлкен жоба ғой. Біздің де отбасымыз бар. Неапольге қайтқымыз келеді. Иә. Рахмет. Жақсы сау болыңыз. О, бізге қонақ келіпті ғой. Мен айтқан қағазды әкелген шығарсың. Күттіріп қойғаным үшін кешір. Кел отыр. Түсінікті. Мінекей. Бұл не? Бұл бар болғана қағаз жұмыстар ғой. Мүлік құжатыңды бізге бергеніңді растайтын қағаз. Қолыңды қойсаң болды. Қалғанын өзіміз реттейміз. Алаң болма. Сені шаһардың дәстүрін сақтап қалғысы келеді екен деп ойласам. Бұл жобаға сенбейсің бе сонда? Бұл шаһардың игілігі үшін істемесең, онда ештеңе де өзгермейді. Шаһарда ешкім қалмаса, дәстүр де ұмытылады. Қандай өкінішті. Өте өкінішті. О, енді жөн. Бұл шаруаны да тындырдық. Енді барлығы ойдағыдай болады. Сіз жаңа жарылғыш дедіңіз бе? Телефонмен біреуге жарылғыш туралы айтып тұрғаныңызды естіп қалдым. Иә, құрылысқа қажет. Жерді тегістеу үшін пайдаланамыз. Жердің аздаған бөлігіне керек. Бірақ сіз мұны үлкен жоба дедіңіз ғой. Ішіңіз пісті ма, басшы мырза? Бүгін күн тамаша екен. Құжатты қайтарыңыз өзіме. Мені бұлай ақымақ қыла алмайсың. Сен келісім шартқа қол қойдың, болды. Мұны маған өзің әкеліп бердің. Ақымақ, қанша уақыттан бері сендерге не үшін жалынып жүргенімді білесің бе? Не болды? Мен мына жерде бір шу естілген сияқты болды. Сөйтіп келдім. Ештеңе болған жоқ. Мен құжаттарды реттеп, тексеріп отырмын. Солай ма? Құжаттарды қарап отырсыз ба? Иә, мына бөлмені кеңсе ретінде пайдалануға бергеніңіз сондай жақсы болды. Сізге көп рахмет. Бұл жақсылығыңызды қалайда қайтарам. Ол жағына алаң болмаңыз. Жақсылығыңызды ұмытпаймын. Басеке? Не? Мына адамды қайтеміз. Көзіме көрсетпей әкетіңдер. Ертең үлкен бастық келсе, мүлік құжаттарын соған табыстаймын. Құжаттарды Неапольге алып кеткен соң, мұндағылар ештеңе істей алмайды.
Қарным ашып кетті. Тамақ қашан дайын болар екен? Айтпақшы, Энрико қайда? Көрінбейді ғой. Иә, ол қайда жүр екен? О, біреу келе жатыр. Энрико! Энрико! Не болды? Шіркеу көшесінде жатқан жерінен тауып алдым. Не? Энрико? Әже. Кешір мені. Не? Әлгілер бәрімізді алдап соқты. Энрико! Дайындалыңдар. Түсіндім. Мен сіздерге көмектесем. Әттеген-ай. Оған мүлік құжатын бекері бердік. Оласай келісім шартқа қол қойғанымызды айтсаңдаршы. Иә, бәріміз қол қойдық. Онда бір шара қолданайық. Әйтпесе аралдан айырыламыз. Скотт, қандай ақыл қосасың? Олар алған бетінен қайтпайтын сияқты. Ертең мүлік құжаттарымызды Неапольға алып кетеді. Энрико! Энрико! Әже, Энрико есін жиды. Энрико, халың қалай? Тәуірсің бе? Әже. Кешір, әже. Сені тыңдағанымда. Құжатты оған апарып бермес едім. Қамықпа, Энрико. Есесіне олардың қандай ойы бар екенін білдік. Қап. Әлгі адамның сазайын бермесем, іздеп табам оны. Қайда барасың? Қайда барушы едім? Джорджиноны іздеп табам. Құжатты қайтарып алам. Ол саған құжатты бере қоймас. Энрико сияқты сені де ұрса ше. Сонда не істеуім керек? Ертең ол құжаттарды Неапольға алып кетпекші. Демек, құжаттар әзірге осы аралда деген сөз. Дұрыс айтасың. Енді қолымыздан не келетінін ойланайық. Сосын құжаттарды қайтарып аламыз. Иә, олардың сазайын бермесек болмайды. Әйтпесе алған бетінен қайтатын түрі жоқ. Сонда не істейміз? Мына аралды бермей, өзімізге алып қалуымыз керек. Жер үшін бар күшімізді саламыз. Біз Челианустың ұрпағымыз. Әже. Иә. Не болды, әке? Олар мұнараға қарай кетіп барады. Көлке мінейік. Тездетіңдер. Білмеймін, тырысып көрейік. Сенше, сойылды алуға бола ма? Әрине. Бәрі ойдағыдай болса екен. Бұған бір түн кететін сияқты. Біз де көмегімізді аямайық. Зәйтүн майын осылай кәдеге жаратамыз деп ойламаппын. Қобалжып отырмын. Сицилияға жау төніп келе жатқандай. Сен тағы көне аңызды айтайын деп отырсың ба? Жаудың кемесін көріп тұрмын. Жалау көтерілді. Келе жатыр. О, мырза, қош келдіңіз. Қалай жеттіңіз? Тынбай жұмыс істеп жатыр екенсіңдер. Жарайсыңдар. Оқас жоқ, мырза. Айтпақшы, мынау шаһар басшысы. Джорджино, менің ойынханамның ғимараты қай жерде болады? Иә, мына шаһардан бастап, анау тауға дейін динамитпен жарып жерді тегістейміз.
Сіз айтқан ойынхананы осы маңайға салсақ деп жоспарлап отырмыз. Мұнда қалталы адамдар көңіл көтеру үшін көптеп келеді. Жердің бәрін сатып алдық. Мүлік құжаттарын өзіңізге табыстайын деп кеңсемде сақтап отырмын, мырза. Өрт! Не? Өрт шықты! Мүмкін емес. Құжаттар қайда? О, келе жатыр. Балақай, тоқта! Ай, тоқта! Мұнда неғып жатырсың? Мен саған құжаттарды күзеттедім ғой. Өр бала құжаттарды алып кетті. Ақымақ. Жүгірмек. Бізден қашып құтылмайды. Бәрібір қолға түсесің. Оңбаған неме. Мұнда не болып жатқанын сосын түсіндіресің, Жордино. Я. Бала қашып кетті. Қайда кетті? Жылдам табыңдар. Қараңдар, құжаттарды бір әйел әкетіп барады. Қап, көлікке міне қуып жетеміз. Не болды? Дөңгөлегі жарылып қалды. Немене? Түсіңдер. Ана елді ұстайық. Мырза, өтінем, сіз осында күтіңіз. Мен не істеймін? Сен де түс. Алысқа ұзап кеттім ау деймін. Мені қуып жете алмайды. Қалай тез жүгіретінді көрген шығар. Әне келе жатыр. Әне, анау сол, ұстаңдар. Ентігіп барам, жүгіре алмаймын. Басеке! Басеке! Қап, қаруды шығарыңдар. Сонымен кім жылдам екен көрейік. Тоқта! Келіп қалдық. Шерил үлгерді ме екен? Ол жылдам жүгірем, олар қуып жете алмайды деген. Әл, анау таудағы ағарған не нәрсе? О, анау ма? Қойлар ғой. Қойлар? Әжей олардан жүн алады, өте пайдалы. Солай ма? Шаһардан бір адам тауға барады да, жаз бойы сол қойларды бағады. Қиын жұмыс екен. Бірақ соңғы кездері шаһардағы адам саны азайып барады. Бәрі жан жаққа көшіп кеткен. Бұған бекер келіскен екем. Қуып жетіп, құжаттарды тартып алса, не істейм? Тездетпесем болмас. Қырсық шалғыр. Ұстаңдар әйелді. Енді жөн. Мен мұндамын. Шамаларың жетсе ұстаңдар. Анау мұнараны да көпірді де ата-бабамыз салған. Көпір түсет деп ойлайсың ба? Я. Кешелі бері тексеріп жатырмыз. Қанша дегенмен темірден жасалған ғой енді. Саған сендім.
Жақсы. Тұрып қалмай, түсу керек. Солай ғой. Әне, келе жатыр. Жақсы болды. Дайынсың ба, Нанами? Тоқта! Әне кетті. Мұнысы несі? Түсінсен бұйырмасын. Сәлем демемен де, ала алмайсыңдар. Сендерді ме бәлем? Тоқта, Джорджина. Ананы қара. Не боп қалды? Сен бұл жоба бойынша тұрғындардың келісімін алмағансың ба, Джорджина? Бірақ, мырза, біз... Енді жалақыңнан ұстаймын. Айтпады деме. Я, алайда құжаттар. Құжаттарды алғың келсе, міне бұлай істеу керек. Төменге түсті, құжаттарды бергіне. Келмесең, басшы мырзаға қиын болады. Қане түс. Тездет. Жоспарымыз іске аспайтын болды. Мен Нью-Йорктегі мафияның басшысы болғам. Дегенмен жетпей тынбайым. Болыңдар. Жылдам. Энрико! Әже! Қырсық, ана қызды ұстау керек. Тоқта! Олар ішке кірді. Я! Мыналар көпірді бұзбақшы. Оларда шаруам жоқ. Қызды ұстаңдар, тездетіңдер. Бірақ шығатын жол жабық. Тіпті жақсы. Демек қыз қаша алмайды. Қане, құжатты өзіме қайтар. Сені қорқытуыма болар еді. Мен кәсіпкер адаммын. Мен бұл шақарға зиян тиетінде ештеңе істемеймін. Құжатты бер. Қане, тездет. Өтірік айтасыз, ешбір сөзіңізге сенбеймін. Кешір, тапанша кеземесем болмайды екен. Құжатты бер, қане. Ешқайда қаша алмайсың. Құжатты бер деймін. Жоқ. Мүмкін емес. Керемет. Қылмыскерлер ұсталды. Полиция келгенше сол жерде боласыңдар. Рахмет, Тико. Керемет. Адамдар мұны аралдан кетпесін деп барымды салдым. Бірақ қолымнан келмеді. Луиджи, қайтсек те туған аралымызды сақтап қалуымыз керек. Бұл жақтан кезінде кетіп қалғандар үшін сақтап қалайық. Мен білем, олар түбінде қайтып келеді. Әже, сен қайта бер. Әжемізге де, аралға да өзім бас көз болам. Мен әлі өмір сүрем. Әл бір күні сұлу қалыңды қалып келетін шығар деп үміттенем. Қойыңшы, әже. Сау болыңыздар. Көріскенше. Әже, мен қайтып келем. Көріскенше. Әже. Сау болыңыздар. 15-ші бөлімнің
соңы. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталған 2020 жыл.